қазіргі уақытта тікелей эфир, тиктоктың тікелей эфирінде екі біздің Қазақстанның қыздары шешініп, емшектерін, көттерін көрсетіп отқаннан. Мен енді заңды түрде тикток арнасына жалоба тастадым. Тиктоктың өзі маған официальный жауап алып келіп отыр. Бұл кісілер біздің нарушение жасап тұрған жоқ дейді. Енді мынаны қарасаңыз, тікелей эфирде енді қазір мына екеуі қайтадан ойнап жатыр. Мына екі кісі. Бұл екі кісінің әңгімесі мынандай жағында, қараңыздар. Бұл екеуі істеп жатқанын қараңыздар. Мынаны көрдіңіздер ма? Мынаны қараңыздар. Енді айтарым, мына тиктоктың бәле болды бұл. Прямой эфирлері де, көрінген бір чекелерде, мына жерде көрінген мынандай сүміліктер батыл ойнап, шешініп, олғасы алдында мен ұлтшылдардың көбісіне айтқанмын. Бір қыз қарындастарымыз бар, емшек көрсетіп, бұндай енді мына затқа не дейсіздер өздеріңіз? Біз қазіргі уақытта, қазір мен бұдан бөлек тағы бір ролик шығарам. Азербайжан жігіттер Қазақстанға келіп, анау қазақ жігіт па, қай жігітті айтып отыр да, например, у нас есть девчонки, анау мынау деп, бұл біздің қыздарымызды бұл жігіттерге былай айтқанда беріп жатыр да, айтып отыр, бар бүйтейік, сөйтейік деген әңгімелер. Мұнадан бөлек мынандай әңгіме болып отыр мына жерде. Енді мен айтарым, мынамен үлкен кісілер, білмеймін, жоғары жақта отырған кісілер, үлкен кісілер, қазақ елі бәріміз бірігіп мынандай әңгімелерін шешу керекпіз. Ұлт бір жағынан ұлттық патриотизм деп шапқылап жүрміз біреулеріміз қазақтың абыройы деп жүгіріп жүрміз. Әртүрлі еңбекқор кісілерді көріп жатырмын мен мына жерде еңбек салып жатқан, мынандай сүміліктер қазақтың абыройын түсіріп жатыр. Біздің ұлтты қандай деңгейге дейін шығарды олар дейді, уже мал қылып жатыр да, былай айтқанда. Енді мынаны қарасаңыз, шешініп, енді біз қалай өзге ұлтқа сөйлейміз да, если мыналар, мына сүміліктер мынандай істеп жатқан кезінде. Мұны уже заңды тарапында уже шешу керек деп ойлаймын. Мына кісілердің бәрін, ана кешегі ана балаларға айтып отқан, неге ол заңның шетінде қалып қалды ана бала? Неге олыптан 10 минутта 15 суткаға отырғызу керек? Неге біз ана екеуін ғана отырғыздық, біздің сүмілік топ басты, неге біздікін ешкім отырғызбайды? Одан бөлек міне, біздің Қазақстанда заңды түрде бұл запрещенный зат, былай СГУ, міне, браво, с СГУ встречает нас в Алматы деп. Не, пожалуйста. Заң бұларға жазылмаған ғой бұл, получается. Заң бізге ғана жазылған, мынандайларға жазылмаған ғой. Ұлтты мал қылу деген мынандай қыздарға бола ма, біреулерге болмай ма? Қалай ол? Қалай түсініктеріңізді айтыңыздар. Заңды талаппен біз оны осымен айналысу керекпіз. Одан бөлек мына тикток платформасында, тикток платформасы стримдарды, провокацияларды бөлек ала салайын. Бұдан бөлек мына жерде мошенниктер отыр. Қазақстанның 19 жылдан бері біздің уже отбасыларымыздың бәрі мал қылған. Осы жерде мына тикток арнасында отыр даже қазір. Коучеры, психологи, трактологи, сексологи. Әрбірін қандай ты можешь добиться лучшего деп отбасылардың бәрі мал қылып жіберді 19 жылдан бері. Бұның бәрімен айналысатын кім?